Қазақ жігіттері жеңіс жолын жалғастыра ала ма? Қазір футбол жанкүйерлерін осы сұрақ алаңдатады. Талғат Байсуфинов баптайтын ұлттық құрама қазір Солтүстік Македонияға аттанды және іріктеу кезеңі аясындағы кезекті кездесуге дайындалып жатыр. Ұлттық командадағы атмосфера мен алдағы жоспар жайында сол жақта жүрген әріптесім Аслан Қаженов айтып берсін. Мен қазір Солтүстік Македония астанасы Скопье қаласына сөйлеп тұрмын. Бұнда футболдан әлем чемпионатына іріктеу кезең аясындағы кезекті матч өтеді. Нақтырақ айтқанда осы жергілікті Солтүстік Македония Қазақстан құрамасын қабылдайды. Бұл матчты көпшілік тағатсыздана күтіп отыр. Өйткені енді ұлттық құрамаға Талғат Байсуфинов бас бапкердің міндетін атқарушы болып келгеннен кейін жаңа ринг пайда болды, жаңа бір серпіліс барын байқадық. Әсіресе соңғы Астанада өткен Лихтенштейн мен матчта 4-1 қарсыластар қақпасына гол соғып, Қазақстан құрамасы енді мынау жанкүйерлерді бір серпілтіп тастады және осы қарқынмен алдағы матчтарда да өнер көрсетеді деп күтіп отыр көпшілік. Енді біз дәл осы Скопье қаласына Астанадан 5 сағаттай жолды артқа тастап, ұлттық құрамамен бірге келдік. Командадағы атмосфера өте жақсы. Айта кету керек, командада сары қағаздың көптігіне байланысты Максим Самородов жоқ және жарақатына байланысты Дастан Сәтбаев өнер көрсете алмайды. Қалған жігіттердің барлығы осында және дәл қазіргі уақытта матч алдындағы дайындықты пысықтап жатыр. Енді әлем чемпионатына іріктеу әрине бұл G тобы өте қиын, себебі Солтүстік Македония, Уэльс, Бельгия сияқты командалар бар. Уэльс сапындағы барлық ойыншыларды алып қарайтын болсақ, деңгей жағынан өте жоғары, себебі ағылшын премьер-лигасында өнер көрсетеді. Ал енді мынау Солтүстік Македония сапындағы Боян Миовский секілді ойыншылар, енді Ла Лигада доптай жүрген жігіттер, бұлар да бір нағыз тәжірибелі ойыншылар. Десе енді Талғат Байсуфинов шәкірттері өткен Лихтенштейнге қарсы ойында нағыз бір керемет ойын өнерін көрсетті. 4 қорғаушымен ойнадық. Жалпы 2 қапталда шабуылға шығатын, жалпы жігіттердің гол соғуға деген ниетті екенін көрдік. Дәл сондай ойынмен жинақылық танытатын болса, ертең кем дегенде тең нәтижені де алуға болады. Ендеше сәттілік тілейміз. Айта кету керек, Қазақстан құрамасы әлем чемпионатына шыға алмайтындығы анық. Десе де енді жанкүйерлерге ерекше эмоция сыйлау үшін, жанкүйерлерге бір керемет қуаныш сыйлау үшін жоғарыда айтқандай жеңіс жолын жалғауға міндетті және командадағы жігіттер де, бапкерлер құрамы да осындай мақсат қойып отыр. Ал Солтүстік Македония керісінше топтың басында және Бельгия мен Уэльспен бірге осы әлем чемпионатына шығу мүмкіндіктерін саралап жатыр. Сондықтан олар да, яғни осы жергілікті командада барын салатындығы анық және мынау 36 мыңдық стадион енді жанкүйерлерге лық толады деп ойлаймын. Сәйкесінше енді нағыз мықты, нағыз жақсы дайындалған команда жеңіске жететіндігі анық. Біз күнделікті осы жердеміз, жаттығу жиындары бар, баспасөз мәслихаттары бар және матчтың өзінің де енді басы-қасында боламыз және күнделікті тіпті сағат сайын 24 кезет арнасы арқылы дәл осылай соңғы ақпараттармен бөлісіп отырамыз. Ел намысын қорғайтын жігіттерге тек қана сәттілік тілейміз. Аслан Қаженов, 24 кезет үшін Солтүстік Македониядан.